Ассаламу алейкум бауырлар, достар, құрметті каналымның подписчиктері, оқырмандары және де жаңадан келіп жатқан подписчиктер болса, барлықтарыңызға сәлем. Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалай? Сонымен достар, тағы да біздің әдеттегідей видеоларымыз. Бұл жолы сіздерге алдыңғы видеодағыдай экономикалық ойындар, яғни экономический ойындар, сол туралы көрсететін боламын. Ал енді сайттарға өтейік бірден. Ал енді сайттарымыздың ең біріншісі бұл Бирдсбанк деп аталады. Егер достар қате оқыған болсам, айтып өтейін. Тағы да ағылшыншам ондай қатты мықты емес, тіпті жоқ десем де болады. Комментарийда дұрыстап жіберсеңіздер болады. Сонымен бұл Бирдсбанк деп аталады. Бұл жерде өтсеңіздер болады. Главный қалай екенін барлығын өздеріңіз қарап көріңіздер. Және достар, тағы да айтатын, барлық бұл видеода айтылған сайттардың ссылкасы описаниеда болады. Сол арқылы ғана өтіңіздер, сенімді источниктерден. Себебі тағы да айтам, лохотрондар өте көп. Сонымен достар, қараңыздар, бұл жерде бұл главный экраны. Бирдсбанк 1000 серебро жаңа регистрацияға береді, яғни сізге сыйлыққа беріп жатыр. Бұл жерде видео көрсеңіз болады, қалай табу керек. Бұл жерде барлығы көрсетілген, не істеу керек, қалай қылу керек. Және де бұл жерде көрдіңіздер ма, 154.831 адам бар бұл жерде ойнап жатқан. Көрдіңіздер ма, сумасшедший, результат статистика өте көп, қараңыздар. Және де почти 1500, яғни 2000 адамдай күніне, сағатына, яғни бір күніне келіп отырады, күніне. Және 611 адам сайтта отыр қазір. Ақша төленгені барлығы жерде айтылған. Достар, сонымен регистрация жасау оңай деп ойлаймын. Сіздер үшін ешқандай да қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Сондықтан өздеріңіз өтеді деп ойлаймын. Новости, правила және де выплаталарды көрсеңіздер болады. Контактыда қараңыздар, выплат бөліміне өтіп қарасаңыздар болады бәрін. Ал мен сіздерге өтіп өзіме көрсетейін. Сонымен достар, бұл біздің профиліміз. Сіздерде тіркелгеннен кейін осындай болып шығатын болады. Бұл жерде сіздердің неңіз, сіздер туралы сіздің статистикаларыңыз болады бұл жерде. Ал бұл жерде сіздердің бастапқы экрандарыңыз, бұл жерде опциялар тұрады. Енді достар, қалай ақша табамыз, қалай? Бұл айтып отқандай экономический ойындар, бүгінгі айтылатын бәрі сондай болады. Бұл жерде көбінесе, яғни сіз ойнап отырып ақша табатын боласыздар, достар. Бұл өте бір оңай әрі қызықты деп ойлаймын. Әрине барлығы оңай келмейді. Айтып кеткенімдей, 1000 серебро береді, яғни сізге ойынның басында, соны сіз пайдалана аласыз. Яғни сіздер бірінші кіресіздер, сіздерге 1000 серебро береді, яғни покупка де тұрады. Сіздерде ол для покупок деп тұр ғой, яғни сатып алу үшін. Ал на вывод, яғни ақша шығаратын. Менде 970 серебро бар, ал сатып алуға 13409 серебро бар. Серебро, яғни күміс, бұл жерде сондай ақша, серебро бұл жерде. Қалай екенін жаңағы рубльмен есептегенде, тиынмен есептегенде қанша екенін сосын айтатын боламын. Достар, сіздерден әште бастапқыда 1000 серебро болады. Соған үшін сіздер бірінші купить птица дегенге кіресіздер. Бұл жерде барлығы толық айтылған, яғни тағы да үлкен нелер алу үшін, басқа да нелер алу үшін ақша толтырыңыздар дейді. Пополнить балансты басасыздар ол үшін. Достар, сіздерге 1000 не береді? Сіздер 1000-ға бір штук не алуларыңызға болады. Зеленый, яғни бұл сіздің құсыңыз. Яғни бұл жерде құстар өте көп. Біреу, міне тағы бар, міне тағы біреу бар. Мияқта кете береді көп құстар. Және үлкендерін алған сайын сіздердің ақша табуларыңыз көбейе түседі. Яғни бұл жерде құстар сіздерге жұмыртқа береді. Сіздер жұмыртқаны сатасыздар. Жұмыртқа арқылы сіздер серебро аласыздар. Түсініңіздер ғой, бәрі оңай. Құс сатып аласыз. Құс жұмыртқа яғни әкеледі, жұмыртқа береді сізге, сіз жұмыртқаны алып саласыз. Яғни ойын бұл. Сол ойын арқылы сіз ақша табатын боласыздар. Яғни 1000 сереброңызға бір құс аласыздар, купитті басасыздар, яғни сіздер. Мен қазір баспайтын болам, өйткені мен құстарға жинап жатырмын ақша. Құстар купитті басасыз, екеу алғыңыз десе екеуін басасыздар, үшеу болса үшеу. Сонымен сағатына 48 екен ал береді, яғни 24 сағатқа көбейтсең, енді сөйтіп ақшасын шығаруларыңызға болады. Мен сіздерге өтіп қатты естемей қойын. Яғни сіздер сіздерге регистрацияға берген 1000 сереброға біреуін алып алыңыздар, бірінші уже. Және сол арқылы соның склада яйц дегенге кіресіз. Склад яйцке кіресіз, яғни 48 сағат. Яғни 2 күннің ішінде сіздерге бұл жерге жиналып отырады. Мен жаңа ғана алдым. Яғни мен көрдіңіздер ма?
176.760 сіздерге уже шығарып беріп жатыр. Сіздің складыңыз 6-10 2020 жылы 5:30 сағат 17:26-да толатын болады дейді. Яғни ертең арғыны, 6-сы ғой, толатын болады. Достар, продать деген басасыздар, не? Толмай атып сатып жіберсеңіздер болады. Продать деп басасыздар. Көрдіңіздер ма? 1936 9 серебро екі жаққа бөліп жібереді. Көрдіңіздер ғой, мынаған келіп түседі солар. Яғни сіздер құстарыңызды көрсеңіздер болады, өздеріңіз құстарыңыз туралы информацияның бәрі бар бұл жерде. Және де ежедневный бонус деген бар. Яғни күнделікті бонус алып отырасыздар. Мен жаңа ғана алдым, получить деген тұрады. Мынаның орнында 22 сағат, яғни 2 сағат болған, мен алғаныма 22 сағаттан кейін алатын боламын. Екінші рет тағы да. Және де тағы да басқа реферал шақырып алуларыңызға болады. Складқа кірейік, мысалы менде 0 қазір. Жаңа ғана сатып жібердім барлық нені, құстарды. Яғни достар, тағы да алғыларыңыз келсе, пополнитті басасыз. Бұл жерде 100 рубльден толтырылады. Ең минимальный суммасы 100 рубль. Яғни 100 рубльіміз бізде бір 500-600 теңге. Біз 500-600 теңге. Яғни Payeer арқылы толтырсаңыз болады. Kiwi кошелек, Яндекс деньги, Visa, MasterCard, тағы да басқа. Криптовалюта бар, Perfect Money, тағы да басқа. Мобильный связь, яғни өзіңіздің фрикасы. Бұл жерде көп, өзіңіз білесіз қалай толтыру керектігін. Мысалы, біз Payeer арқылы дейік ал. Не қараңыздар. Яғни енді сіздерге түсіндіріп өтейін. Курс игровой валюты, яғни игровой валюта 1 рубліміз бізде 100 серебро. Түсіндіңіздер ғой. Яғни 100 серебро, сіздерге 1000 серебро берді ғой бастапқыда ойын регистрация үшін. Яғни 1000 серебро 10 рубль болады. Яғни 1 рублің 100 серебро болса, 10 рублің 1000 серебро, 100 рублің 10.000 серебро. Түсінікті ма? Достар, яғни сіздер қазір 100 рубль салатын болсаңыздар, 10.000 серебро аласыздар. 10.000 серебро. Өздеріңіз математикалық түрде есептесеңіздер болады. Яғни 100 бұл біздің рубліміз. Яғни сіз при пополнении 100 рубльге сіз 10.000 серебро аласыз. Өзі есептеп беріп тұр, қараңыздар, ешқандай калькулятор керек емес. 100 толтырсаңыз 10.000 аласыз. 1000 толтырсаңыз 100.000 аласыз. Яғни серебро. Яғни да еще сіздерге бонус береді. 1000 серебро. Яғни Payeer арқылы толтырсаңыз, және де подаркке бір птица береді. Бұл не деген шедрес деймін да. Яғни перейте оплату дейсіздер де, өздеріңіз толтыра бересіздер. Яғни бұл жерде игровой валютаны түсіндіңіздер ғой. Яғни купить птицаны қараңыздар. Айттым ғой, 100 рубліміз бізде 10.000 екен. Яғни қараңыздар, мына құстың екеуін алуға болады. Мына құстың енді 160 рубльге толтырсаңыз, 160 рубліңіз бір әрі кетсе 1000 теңгеге жетпейді. 800 бір нәрсе 900 теңгедей болады. 900 теңгеге мынаны аласыз, мысалы 16.000 серебро кетеді. Яғни есептеп бересіздерге 160 рубль бұл. Яғни сағатына 960 жұмыртқадан беріп отырады сізге. Яғни сіз ол жұмыртқаны аласыз да сатасыз. Яғни складқа барасыз, ол сіздерге жинап береді осы жерге. Сіз оны аласыз да неққа сатасыз. Яғни бұл жерде сондай курс продажи любых яиц, яғни 100 яйцоң, 100 жұмыртқаң 1 серебро. Түсініңіздер ғой. 100 жұмыртқаң 1 серебро, 100 сереброң, яғни 100 күмісің 1 рубль. 5 теңге, 6 теңге. Достар, осылай, яғни дамысаңыздар бұл жерден өте көп ақша табуға болады. Яғни достар, ақша шығаратын жерге келетін болсақ, вывести кнопкасын басасыз. Мен Payeer'ге шығарам, бірақ көп деген тағы да басқа нелер бар. Яндекс, Kiwi, MasterCard. Мен Payeer'ге шығаратын болам. Оның алдында да шығарғанмын. Нәште қарасаңыздар болады барлық нелерімді, жетістіктерімді, шығарған ақшаларымды. Яғни 979 сереброң бұл жерде 9-да 7, яғни 9 рубль 10 рубльге жақын. Вывести басамыз. Автоматически түрде ешқандай не жоқ, кедергі андай тоқтатылып қалатын нәрсе жоқ. Выплачено дейді. Яғни шамалы комиссия бар, бір пайыз комиссиясы бар. Міне достар, мен шығардым. Енді нені көрейік. Payeer кошелегімізді қарап көрейік. Келді ме екен, келмеді ме екен. Әйне келді, 61. Достар, 969 келді. Birdsbank.com. Достар, көрдіңіздер, Birdsbank.com келді. 969 шамалы кішігірім комиссиясы барды. Әне комиссия кішігірім екен шынымен де.
Достар, міне достар, көрдіңіздер ғой, ақша келді. Достар, көрсеттім, міне выплачено ақша келді. Барлығын өздеріңіз көрдіңіздер. Мінекей бір ғана не қалды екен. Жақсы достар, аман сау болыңыздар.